Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Менің арнама кіргендеріңіз үшін көп алғысымды білдірем. Мен қазір күнделікті жасауға болатын ең қолжетімді, ең пайдалы, ең әдемі салат жасайын деп жатырмын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін қызылша керек. Әрине қызылша өте қолжетімді, пайдасы өте зор екенін білесіздер. Сондықтан да қанша алсаңыз да қызылшаны күнбе-күн пайдаланып, тамақтың рационынан түсірмеуге болады. Әрине, мен 3 орташадан жоғарылау қызылша алдым. Соны суға пісіріп алдым. Қызылшаны шикілейде терканың уақ көзінен өткізіп, үккіштің жасай беруге болады. Біздер енді көбіне асқазанымызға жеңіл болсын деген мақсатта көбіне мен суға тұз салып пісіріп алам. Енді оны осындай өте ірі емес, уақтап, әдемілеп, көбіктап турап аламыз. Құрамына да көп зат кетпейді. Қалтаңызға да салмақ салмайды. Міне осындай 3 орташадан жоғарылау қызылшадан осындай үлкен шұңғыл аяқ қызылша шықты. Енді мен қызыл пияз алып жатырмын. Ақ пияз алсаңыз да болады, оның айырмашылығы жоқ. Қызыл пияздың кішкене ащылығы көптеу болады, сондықтан кішкене уксус құйып, маринадтап алуға болады. Мен бір жеп қоятын болғандықтан оны ондай жасап жатқан жоқпын. Егер қонаққа жасайтын болып жатсақ, көпшілікке жасайтын болып жатсақ, әрине оны пайдаланамын. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің арнамда дайындалу жолы өте оңай, өте қолжетімді. Қонаққа қойсаңыз да, күнделікті өзіңіз жесеңіз де оңай салаттардың рецептісі өте көп. Сондықтан да менің арнамнан алыстамаңыз, тіркеліп алсаңыз, ешқандай да өкінбейсіз. Әсіресе жас қыздарға, жас келіндерге менің арнам өте пайдалы. Мен өзімнің өмірлік жинаған тәжірибемді осылай күнделікті бөлісіп отырам. Тек қана өзім біліп қана қоймайын, басқалар да білсін деп осындай мақсатта мен күнбе-күн осы өзімнің арнама салып отырамын. Сондықтан да арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып, алған әсерлеріңізбен бөлісіп, пікір бөліміне қалдырып отырсаңыз, мен сіздердің әрқайсыңыздың жазған пікірлеріңізді тыңдайтын болам. Ол мен үшін өте маңызды. Міне мен барлығын турап болдым. Енді қолыңызда қандай дәмдеушілер бар, оны сала беріңіздер. Қатып қалған қағидасы жоқ. Менде чили саусы бар, тұз салдым, және бір зәйтүн майының қалғаны бар екен, соны салып жатырмын. Оған өсімдік майын, басқа да тұз, бұрыш, жақсы әдемі дәмдеушілеріңіз болса, бәрінде қоса беруге болады. Әрине, өзіңіздің барыңызды оқсата білген ол өте жақсы. Міне менде осындай әдемі салат шықты. Дастарханның көз жауын алатындай салат, әдемі түсі керемет. Енді оны әдемі ыдысымызға саламыз. Сосын оны айналасын әсемдейміз. Әрбір пісірген тамағыңыздың ұсынғанда оны әдемі етіп, әсемдеп берсеңіз, әрине тәбеттің ашылуына жақсы болады. Адамның көңіл күйі жақсы көтеріледі. Дастарханыңыздың әдемі болып тұруы ол өте маңызды. Әрі өзіңізде осындай бір тәртіпке үйренетін боласыз. Бір күн тамағыңызды дұрыс әсемдемесеңіз, бірдемеден құр қалғандай боласыз. Мен күнделікті өзімнің дайындайтын тағамыма да осындай міндетті түрде бір оформлениелер жасап берем. Осылай ұсынғанды жақсы көрем. Осыған өзіңіз қалыптасып кетесіз. Бір күн тамағыңызды бір әсемдемесеңіз, бірдемені жоғалтып алғандай боласыз. Құрметті менің оқырмандарым, осымен менің өзімнің бейнем аяқталып қалды.
Менімен бірге аяғына дейін болғандарыңыз үшін көп рахмет айтам. Келесі менің арнамда кездескенше күн нұрлы болсын. Мен сіздерді өзімнің арнамда күтетін боламын. Сондықтан да менің арнамнан алыстамаңыздар, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Пікірді міндетті түрде қалдыра кетіңіз.